Жамбылдық колледждердің материалдық базасын жетілдіріп, сапалы білім беруге қол жеткізу мақсатында қолға алынған жас маман жобасына 11 колледж еніп, 3,7 миллиард теңгеге заманауи құрылғылармен қамтамасыз етілді. Бүгінгі күні жобаға қатысқан 8 колледж ақылы негізде қызмет көрсетуде. Оның ішінде 2 студент өнімі дүкендері және 2 ақылы қызмет көрсету орталықтары ашылды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында аймақтағы білім басқармасы басшысының орынбасары Талғат Жамалов айтты. Маманның айтуынша, облыстағы 10 аудан мен Тараз қаласы әкімдерінің жанынан салалық жұмыс берушілер кеңестері құрылып, олардың ұсыныстары негізінде облыстық стратегиялық даму жоспары бекітілген. Сондай-ақ ауылдық колледждерге жетекші колледждер тағайындалып отыр. Биыл 8 колледж шамамен 41 миллион теңге табыс алады деп күтілуде. Енді жыл сайын осы жалпы колледжге түсем деген азаматтар, яғни 9 сынып бітірген оқушылардың саны 20 мыңнан аса болып отыр. Және олардың бізде биылғы оқу жылында 9 сыныптың оқушыларға мемлекеттік тапсыруды 70%-ға арттыру көзделіп отыр. Яғни бізде былтыр 3216 ғана орын бөлінсе, биыл 5734 орын бөлініп отыр. Ендігі ең басты мәселе бұл жерде талапкерлер колледжге оқуға құжаттарын қабылдау, электрондық үкімет порталы e-gov.kz және Smart Nation электрондық порталдар арқылы тапсырылады. Бұл жүйе былтырдан бері қолданысқа енгізілді. Егер бұрында балалар барып құжаттарын қолма-қол өткізетін болса, мынау екінші жыл биыл барлығы электрондық жүйе арқылы іске асырылды. Айта кетейік, шефтік қамқорлыққа алынған колледждерге кәсіпорындар тарапынан материалдық, тәжірибелік, әдістемелік қолдаулар көрсетілуде. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.